Жыл басынан солтүстік Қазақстан облысында есірткіні сатқан үшін 22 адам сотталды. Олардың біреуі бұрын істі болған 35 жастағы Петропавл қаласының тұрғыны. Өткен жылдың қыркүйек айында ол 2 килограммға жуық гашишті сатып тұрған жерінен Тайга сауда орталығының жанында ұсталды. Ол отырған көліктен ірі көлемде ақша тәркіленді. Также 10 тысяч тенге достоинством купюры. Гашиш есірткі заты үшін аса ірі көлем 200 граммнан басталады. Айта кетерлік жайт, ұсталған адам бұрын мүлікті қылмыс жасаған үшін бірнеше рет сотталған. Бірақ бұдан өзіне ешқандай қорытынды жасамаған. Ер адам шектеу жазасына тартылған кезінде есірткі сатумен айналысқан. Сот жаза тағайындауды ескерді. Сотқа дейінгі тергеу есірткі заттарын аса ірі мөлшерде өткізу мақсатында заңсыз алу, сақтау қылмыстық кодексінің 297 бабы 3 бөлігі бойынша жүргізілді. Қазіргі кезде ұсталған адам жазасын өтуде. Ол сот үкімімен 11 жыл 6 айға қамалды. Есірткі сату ауыр қылмыстарға жатады. Заңнамада ол үшін қатаң жаза қарастырылған. Сату фактілерін анықтау және жолын кесу полиция жұмысының басым бағыттарының бірі. Жыл басынан Солтүстік Қазақстан облысы есірткі өткізу бойынша 46 факт тіркелді. Оның 27-сі топ құрамымен жасалған ауыр қылмыс. Есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлерімен заңсыз айналымнан 300 килограммнан астам түрлі есірткі заттар алынды. Полицейлер облыс орталығына 39-72-16 сенім телефонының жұмыс істейтіні туралы еске салады. Ол бойынша есірткі құқық бұзушылық фактілері жайында хабарлауға болады. Сондай-ақ Солтүстік Қазақстан облысы полиция департаменті есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының Instagram, Facebook әлеуметтік желілеріндегі аккаунттар және 102 арнасы арқылы хабарласуға болады. Азаматтық қоғамның белсенді түрде көмек көрсетуі есірткі бизнесіне қарсы күрестің негізгі шарттарының бірі болып саналады. Қуаныш Қапес, полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленген.